19 ғасырдағы ағарту ісін қалай сипаттауға болады? 19 ғасырда қандай атақты қазақ ағартушылары шықты? Қандай білім беру орталықтары ашылды? Қазақ қыздарына арналған оқу орындарын кім ашты? Қазақ балаларына сабақ беру үшін мұғалімдер қай жерде оқыды? Сұрақтарға жауап беруге тырысайық. 19 ғасырдағы ағарту ісін қалай сипаттауға болады? Ағарту ісіндегі елеулі серпіліс 1867-1868 жылдардағы әкімшілік реформалардан кейін басталды. Мектептер мен медреселер ашу үшін уезд бастығының арнайы рұқсатын алу керек болды. Мектеп бағдарламалары ресейлік биліктің қатаң бақылауында болды. 19 ғасырда қандай атақты қазақ ағартушылары шықты? 19 ғасырда Шоқан Уәлиханов, Абай Құнанбайұлы, Ыбырай Алтынсарин бастаған қазақ ағартушыларының тобы қалыптасты. Қандай білім беру орталықтары ашылды? 19 ғасырда Ақмола мен Семей облыстарында бастауыш мектептер мен гимназиялар ашылып, кітапханалар жұмыс істей бастады. Елеулі оқиғаның бірі облыс орталықтарында әйелдер гимназияларының, мұғалімдер семинарияларының, көшпелі ауыл мектептерінің ашылуы болды. 19 ғасырдың екінші жартысынан бастап Омбы, Семей, Орал, Ақмола қалалары халыққа білім беретін орталық болды. 1850 жылы Орынборда 7 жылдық мектеп ашылды. Онда негізінен хатшылар мен аудармашыларды даярлады. Дәл осындай мектеп 1857 жылы Омбыда да ашылды. 1861 жылы Троицкіде орыс қазақ мектебі ашылды. Ал ауылдық жерлерде мұсылманша білім беретін мектептер көбейді. 19-20 ғасырлардың бас кезінде Қазақстанда халыққа білім беру ісі діни және зайырлы бағытта жүргізілді. 19 ғасырдың ортасына дейін қазақ балаларына арналған мектептер мен медреселер ашылды. Халық арасында әсіресе медреселердің беделі ерекше болды. Онда молдалар мен медресе мұғалімдерін даярлады. Медресе шәкірттері ислам дінінің негіздері бойынша бастауыш білім алумен қатар философия, математика, медицина, тарих, тіл білімі, лингвистика және астрономия жөнінде білім алып шықты. 1870 жылдан бастап патша өкіметінің бастамасы бойынша медреселерде міндетті түрде орыс тілін үйрету енгізілді. 19 ғасырдың екінші жартысы мен 20 ғасырдың бас кезінде зайырлы мектептер көбейді. Қазақ жеріндегі алғашқы зайырлы мектеп Бөкей ордасында 1841 жылы ашылды. 1879 жылы Торғай облысында алғашқы 2 сыныптық орыс қазақ мектебі, 1883 жылы Орынбор губерниясының Ор қаласында қазақтарға арналған алғашқы мұғалімдер мектебі ашылды. Бұл мектептің ашылуына Ыбырай Алтынсариннің қосқан үлесі орасан зор болды. 19 ғасырда ауыл шаруашылық және фельдшерлік мектептер ашыла бастады. 1885 жылдан бастап уездерде ауыл шаруашылық мектептері, 1887 жылы орыс қазақ мектептері мен училищелері ашылды. Ал 1891 жылы Торғай, Ақтөбе, Қостанай және басқа қалаларда қыз балаларға арналған бастауыш мектептер ашылды. 1892 жылдан бастап қазақ балалары үшін ауылдық көшпелі мектептер ұйымдастырылды. Дегенмен қазақ халқының арасында сауатсыздардың үлесі тым жоғары болды. 1897 жылғы халық санағы бойынша халықтың 8,1% ғана сауатты еді. Патша шенеуніктері қазақтар сауатты болған сайын олардың ұлттық сана сезімі тезірек оянады деп қауіптенді. Қазақ қыздарына арналған оқу орындарын кім ашты? Ыбырай Алтынсарин қазақ даласында тұңғыш болып қазақ қыздарын білімге шақырған педагог. Ол 1887 жылы Ырғызда жанында интернаты бар қыздарға арналған мектеп ашты. Ыбырай Алтынсариннің қазақ балаларына арнап жазған қазақ хрестоматиясы, қырғыздарды орыс тіліне үйретудегі бастапқы нұсқау кітаптары мектептердегі алғашқы оқулықтар болып саналды. Қазақ балаларына сабақ беру үшін мұғалімдер қай жерде оқыды? 19 ғасырдың 70 жылдары Орынбор, Омбы, Ташкентте мұғалімдер семинариясы ашылды. 19 ғасырдың 70 жылдарынан бастап
өлкеде оқу округтері құрылды. Орынбор оқу округіне Орал және Торғай облыстары, Батыс Сібір оқу округіне Ақмола және Семей облыстары, Түркістан оқу округіне Сырдария және Жетісу облыстары қарады.